Бәріңе сәлем достар, сендерімдене бүгін біз Hypixel серверінде Skywars деген керемет мини ойынды өтіп боламыз. Бүгін достар бізде челлендж, бүгін бізде көңілді удочка деген челлендж орындайтын боламыз. Ендеше кеттік. Сонымен достар, біздің алғашқы ойынымызды басталды. Так, бізге көршіміз әлі келмей тұр. Сондықтан асықпай сұмдықты залтат етіп алға болады. Енді достар, басынан теманы бастай берейін. Неғып көп күн видео шықпай кетті. Достар, оның кәдімгідей себебі бар. Мен ауырып жаттым дегенде әлі де ауырып тұрмын, бірақ енді кішкене ауырғанды жазып тұрмын, кішкене жазылып қалдым. Бірақ енді сол жазылғанның арқасында кішкене болсын видео түсіріп қойын дегем. Ато былай кішкене даусым ғырылдап дұрыс шықпайды таңертең тұрғанда. Так, енді достар қазір өзінің базасынан шықсын, ұшыруға ыңғайлы болсын. Опа, достар шықты. И біздің алғашқы килліміз дайын. Ал достар, егер сіздердің челлендждарыңды орындамасам кешіріңіздер. Енді мен келесі жолы так уже кирка челлендж орындаймын. Ал одан кейін мен бронясыз челлендж орындаймын. Уже алдағы пландар жетеді. Содан кейін уже супергеройлық саяхаттың да сериясын түсіріп қойдым. И оны ақырында монтаждап кейін асықпай салам. Так, енді алдағы уақытта болатын жаңалықтарды айтып өттім десем де болады. Даже мен достар Канаға пиар заказ етіп қойдым. Енді алдағы уақытта Кананың видеосынан пиарды көретін боласыздар. Либо уже көріп қойған шығарсыздар деген ойдамын. Так, достар, мен байқаусызда бір адамды садақпен өлтіріп қойдым. Блин, енді достар, осы серия, енді осы серияда, осы раундта даже челленджді орындай алмай қалдым. Өкінішке орай маған жазып кеткен болады, бағана өздеріңіз көргендей, барлық адамды ұшыру керек болған. Ал мен бір өзін байқаусызда өлтіріп қойдым. Жарайды достар, енді осы раундты таш етсек, себебі келесі раундта мен уже барлығын ұшырам деген ойдам, өлтірмеймін. Так, достар, маған қазір келетін сияқты. Так, қалай олып кетті? Ё-мое, красавчик чешуйница, блин. Осы чешуйница болмаса, не теледім дейді ғой. Красавчик негізі, базар жоқ. Бірақ енді соңында мен ұрғаны жаман болды. Так, достар, ана яққа біреу тығылып жатыр. Не үшін тығылады деймді, ақыры өледі деп. Так, мына жақта ифрит тұр. Бірақ ол ифритті оңай өлтіре саламыз қазір садақпен. Так, что-то өлмей жатыр ғой. Оппа, өлді. Өте керемет. Так, достар, мынаның астында бір адам бар, енді оны өлтіру қиынға соғады, себебі енді ақыры осы челленджіміз орындалмады бірінші раундта, енді оны садақпен ғана өлтіруге шанс бар. Ал бұлай оны мен никак ұшырамаймын, себебі ол базаның ішінде тұр, тығылып. Открытый пространство жоқ дейді ғой, пространство. Так, достар, екі-ақ адам қалды. Енді оларды қазір табу керек міндетті түрде. Біреуі әйтеуір мынаның үстінде, ал біреуі астында. Так, қазір үстіне барып, ананы өлтіруге тырысып көрейін. Может, өлтіре алып шығамын деген ойдам. Так, анау егер қашып кетпесе мен. Так, достар, анау, блин, рендерперлмен қашып кетті, өкінішке орай. Бірақ, достар, рендерперлі жетпей қалды. Жарайды, ондай да болып тұрып негізінде. Енді қазір мына жерде ватerdроп. Оппа, достар, керемет. Ватerdропты керемет жасап тастадық. И мына соңғы адамды қазір өлтіру ғана қалды. Садақпен өлтірмесем, достар, менде басқа амал жоқ. Себебі оны ұшырамаймын. Бағана айтып кеткендей. Так, енді қазір киркамен мына бір шетті қазу керек. Анам садақпен өлтіру үшін. Так, достар, сұмдықтар уже рефил болып кетті туған. Байқаусызда. Маған силапет болса жақсы болар еді негізінде достар. Себебі силапетпен ананың жанын көп ала аламын. Абылайынан көп жаны кетпейді. Так, опа, достар, сила 5 менде бар, өте жақсы. Бірақ енді жақсы қылышты өкінішке орай аламаймын. Жарайды, ештеңе етпейді. Так, анау что-то достар, мына тесікті жауып тастады. Бірақ біз қайнадан тесікті аша аламыз. Ол өте жақсы. Так, енді мына тесікті тезірек ашайық. И наған садақпен ата тұру керек әзірге орай. И біздің мақсатымыз оны садақпен өлтіру. Так, қалай текет, непонятно қойсын ғой. Блин, анау әзірге тығылып тұр. Так, опа, достар, анау кішкене тупой ма біреуі өзінен өзі шығып жатыр бізге. Так, енді қазір кішкене айналшақтап, оны өлтіруге тырысу керек садақпен ақ. Как-никак сила 5 дейді ғой. Так, блин. Так, сәттілікке орай мына жерді де аша аламын мен.
кирканы бізге ыңғайлы жерге қойып қоймасақ болмайды. Атты достар, менің мышкам көбінесе істемейді соңғы кездері. Так, оппа. Өте жақсы. Достар, тиіп жатыр. 12 жизнь алады. Так, енді қазір қалай болады екен? Өзінен өзі достар бізге келіп жатыр 8 жизнь. 8 хпсы қалды нам достар. Енді қазір мына жерді нетуге тура келеді, кесуге. Ана қашқаны болмаса маған жете алмай жатыр. Так, мына бір тесіктен ат көрейін. Оппа. Достар, анада 9 жизнь бар. 9 хп. Так, тағы да 5 хп достар, 2,5 хп. Оппа, керемет достар. Бірінші ойын жеңіспен аяқталды достар. Енді бірінші ойында мен челленджі орындай алмай қалдым. Ал достар, енді екінші ойынға кеттік. Екінші ойында челленджді орындай алам ба, орындай алмайм ба, мен өкінішке орай білмеймін. Бірақ енді қайткенмен де орындау керек. Сондықтан достар, көп созбай екінші раундқа кеттік. Көптен күткен екінші раундта достар басталды. Так, әзірге кетірайық. И достар, біздің ойынымыз уже басталды. Так, бізге железный нагрудник пен железный аяқ киім. Ал астыңғы сыныптар достар біз тексермейміз. Сондықтан тезірек центрге барып, центрдегі сыныптар қандай болатынын тезірек көріп қайту керек. И так, мына жерде өте керемет өтеміз. И мына жерді көрейік. Так, достар, бұл жерде айтарлықтай ештеңке жоқ. Ал мына жақтарды қазір көретін болсақ. Так, бұл жақта да достар ештеңке жоқ. Енді мына басқа сундуктарды көру керек. Вообще қанағаттанарлықта не айтып кеттім. Так, достар, Бес Эндер Перла. Өте керемет. Бес Эндер Перла. Так, и в общем мына жерде адамдар жүр екен, осыларды қазір ұшыруға тырысып көрейік. Егер ұшыра алсақ достар. Так. Блин, достар, мына жақта чисто пул болып жатыр екен. Так, мыналар ұшыра алам ба? Ұшыра алам ба мынаны? Опа, достар, оңай ұшырып жүрдік. И так, мына жерде бір жол салып жатыр, бұны өкінішке орай ұшырамаймын. Так. Опа, мынау маған садақпен ата тұр ғой. Жарайды, ата бер. Так, мынау маған келе ма, келмей ма, өкінішке орай білмеймін. Оға шейін. Так, барам ой деймін, бармаймын. Так, маған жұмыртқамен атып жатыр достар. Мына жақта опа, тоже болып жатыр. Мынаны да ұшырам деген ойдам достар. Давай. Опа. Оңай достар, оңай ұшырып жүрдік. Так, анадан қайда кетті? Непонятно. Уже 2 килл дайын тұр. Так, ана адамдар не жақта тұр ма екен әлі? Жоқ, өкінішке орай достар, кет тапты. Так, бірақ ана достар, бұлты АФК өйді ме? Барып өлтіп келіп сияқты. Так, достар, барып өлтіп келейік. Қайтсек те. Так, давай ұшса ем-ем. Блин. Достар, мынау неғып ұшпай тұрған мен әзірге орай білмеймін. Бірақ достар, өзінен өзі өліп қалды. Қайди бағына қарағанда 10 жизнь тұрған, ал соңында өзінен өзі өліп қалды. Жарайды, бұл саналмайды деген ойдам. Өзінен өзі өліп қалған. Бірақ соңғы ұлдар менгі болғанса келді маған есепте жүр. Жарайды, ешен кетпейді. Достар, 2 адам қалды бар болғаны. Так, енді оларды қазір тапсақ оңай болады. Тапсақ әрине. Блин, әзірге оларды таппай тұрмын. Ё-мое, достар. Шартны 2-ге қылыш, өкінішке орай омен де пайдаланам алмайтын болдым. Так. Достар, номинен тығылып тұр. Әзірге кішкене садақпен атып жизньнен кетіріп таяқ. Сосын ары қарай удочкамен ұшыруға шанс болады. Бұлай қарап тұрсам. Так, мынада 7 жизнь бар екен. Барып ұшырамыз деген ойдам, қазір ұшыра алсақ. Так, оппа. Я, достар, оңай ұшырып жүрдік. Өте оңай. Енді достар, бізде ең соңғы адам қалды. Енді осы ең соңғы адамды қазір тауып алатын болсақ, бірақ оны мен әзірге қайда екен өкінішке орай білмеймін. Так. Блин, қайда ма? Что-то бұл ойын ұзақ болады сияқты ғой. Өкінішке орай. Так. Анау достар өкінішке орай жоқ. Қазір мынандай тәсілмен ана адамды көріп көрейік қаяқта екенін. Так, өкінішке орай мынаяқтарда жоқ. По-моему, достар, анау shiftпен тұрған сияқты ғой. Менің көз қарасым бойынша. Так. Әзірге таба алмай тұрмын. Достар, уже рефил болды. Ойлап қараңыздар, уже рефил. Так. Блин, енді ананы табу керек маған, я? Жарайды. Оны да қазір табат сияқтымыз. Бірақ қаяқтан табатынымызды мен әзірге білмеймін.
Оппа достар, мен ана біреуді тауып алдым сәттілікке орай. Бірақ енді ол маған ішінен бір ловушка ма сондай бір нәрсе құрып отыр екен. Бірақ енді мен оған түспеуге әрине тырысам. Бірақ енді анау шықпаса мен оны қалай ұшырамаймын ой туындап тұр маған. Бірақ енді ой блин, өзімді өртеп жібердім оны. Так енді ананы қазір қалай да болсын шығару керек өзінің базасынан. А то шықпайтын түрі бар достар ананың. Бірақ қандай амал қолданатынын мен әзірге білмеймін. Так, бірер уақыттан кейін дракон шығады иә. Блин, дракон шығады. Уже достар менде энергия бар, на всякий случай деген ғой. Так, анаған әзірше садақпен ата тұрайық. Так, опа тиді. Керемет. Бірақ өкінішке орай жөнді пвп'ламаймын. Так, удочкамен ақ. Блин, анан шыққан енді достар әзірге тоса тұруға тура келеді. Себебі енді анау шықпағанша мен оны әзірге өлтіре алмаймын. Өте бір өкініштісі. Әзірге тоса тұрам ба білмей тұрмын не істейтінімді. Жарайды достар, әзірге мен тоса тұрайын. Анау өзінің інінен шықсын, сосын барып істен сонымен болады. Бізде уже дракондар шыға бастады бір-біртіндеп ше. Енді анау әзірге достар шықпай жатыр, не істерімді білмей жатыр. Қазір тезірек шықса екен, блин. Или дракон өлтіріп кетуге мүмкіндік бар енді. Шанс бар деген ғой. Так, блин, шықшы тезірек. Шаша кеттім уже. Екінші дракон қосылып достар уже. Опа достар, анау шығып келетір. Так, оңай. Өте оңай жеңіс достар. Бірақ күткені болмаса енді бұлай өте оңай жеңіс. Міне достар, біздің сериямызда аяқталды. Достар, осы серияда көңілді удочка деген челлендж болса, ал келесі серияда достар бізде кирка челлендж болады. Барлығын киркамен өлтіруіміз керек. Ал енді достар, сіздермен қоштасатын уақыт келді. Егер видео ұнаса, онда міндетті түрде лайк қойып қойыңыздар, арнаға жазыңыздар, комментарий жазыңыздар. Ең бастысы достар, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.